Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сыныптың қазақ тілі пәні 82-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз құрамы туралы не білдім. Бүгінгі сабақта сендер сөздерді сөз құрамына қарай талдауды, тақырыбына қарап мәтін мазмұнын болжауды үйренетін боласыңдар. 76-шы жаттығу тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Ең қымбат байлық. Бұл мәтін ең қымбат байлық не нәрсе екені туралы болмақ. Ертеде бір жалқау. О, жаратқан ием-ай, жарық дүниеге әкелген соң, дәулеті шалқыған бай етіп жаратсаң етті. Ішсем тамаққа, кисем киімге жармай жүрген түрім мынау, деп уайымдапты. Мұның мұңын естіп қалған бір ақсақал. Шырағым, сен андағы 2 көзіңді маған сатшы. Мен саған қалағаныңша алтын, күміс берейін дейді. Жігіт ашуланып, 2 көзден айрылғаннан кейін сіздің алтын, күмісіңіздің керегі қанша? дейді. Сонда ақсақал, ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Сен сияқты 12 мүшесі түгел адам бай адам. Оны ешқандай алтынға айырбастап ала алмайсың, деген екен. Әжемнің ертегілері кітабынан. Қарамен жазылған сөздері бар сөйлемді көшіріп жаз. Сөздерді сөз құрамына қарай талдап, белгілермен сызып көрсет. Адамның байлығы, деннің саулығы сөздерін сөз құрамына талдаймыз. Адамның түбірі адамның, ілік септігінің жалғауы. Байлығы түбірі бай, лық жұрнақ жалғау. Денінің түбірі ден, жалғау, жалғау. Саулығы түбірі сау, лық жұрнақ жалғау. 77-ші жаттығу ойлан тап. Жібектің інісі суық тиіп ауырып қалды. Қанша дәрі ішсе де ем болмады. Жібек інісіне қатты жаны ашыды. Сиқырлы дәрі тапсам ғой деп армандады. Дереккөздерден ақпараттар іздеді. Сөйтіп, інісіне шипа болатын ем тапты. Ол қандай ем деп ойлайсың? Дәріден басқа тағы қандай ем қолдануға болатынын дереккөздерден ізде. Дәріден басқа халықтық медицинаға жүгінуге болады. Халқымызда суық тиюге сүтті, балды, әртүрлі дәрілік шөптерді пайдаланады. Мұндай халықтық медицина зиянсыз әрі тез әсер ететін қасиетке ие. 78-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. 32 мықты қаз қатар боп шықты. 16-сы асты, 16-сы үсті. Ескен Елубай. Шешуіндегі сөзге қосымшаның бірін жалғап жаз. Дәлелде. Шешуі тіс. Тіс сөзіне көптік жалғауын жалғаймыз. Тістер. 79-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Коньки теуіп жүріп, байқамай бір қызды қағып кеттің. Ол құлап қалды. Осындай жағдайда сен не істер едің? Кешір дейсің де кете бересің. Қыздың тұруына көмектесесің. Оның өзін қалай сезінетінін сұрайсың және кешірім өтінесің. Мен әдейі істеген жоқпын деп әрі қарай кете бересің. Осылардың қайсысы дұрыс балалар? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Қыздың тұруына көмектесесің. Оның өзін қалай сезінетінін сұрайсың және кешірім өтінесің. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.